Так, екінші күн торговля бізге 23 сентябрьге түсті. 22 сентябрьде $230 жасаған болатынбыз. 23 сентябрьдің көрсетіп кетейін сізге торговлясын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай $249 пайда болды. Бұның ішінде стоп-лосстар да болды, профиттер де болды. И күннің соңында бізде плюс $249 мен жабылды. Бұл реал шот, Exyns'тегі про шот. Exyns M25 реал 32 деген. Сол 23 сентябрь бізде вторник болды, екінші күн нарықтың жұмыс істегені. Сондай 10% почти тоже депозитке алып келді. Почти 10%, 9-8% тұрған. Сол, тіркеліп отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Осы аптаның соңына шейін күнделікті профит немесе стоп-лосс немесе минустарымды көрсетіп отыратын боламын. Көріскенше аман сау болайық.